Өнеге бұрынғы заманда бір үлкен шаһар бар екен. Бұл шаһардың ханы болыпты. Ол күнде жаман киініп, жай кісі болып шаһарды базарды аралап жүреді екен. Күндерде бір күн хан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп хан таң қалып, неше күндей бұны сыртынан бағып жүреді. Бұл адам ерте де кеште бір қалыпта басына аяғына бір кесек алтын қойып жатады. Ақырында бір күні хан: «Сен не қылған адамсың?» деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп: «Мен ақыл сатушымын» дейді. «Олай болса, маған бір ақыл сатшы» дейді патша. Сонда ол адам: «Құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын» дейді. Хан санап 1000 алтын береді де, сонда ақыл сатушы: «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың» дейді. Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы сөздің әрбір көзге түсетін жерлерге орамал дастарханға дейін жазып қояды. Күндерде бір күн хан шашын алғызатын болып, шаштараз алып кел деп бас уәзірге әмір қылады. Уәзір дереу бір шаштаразға барып, ертең келіп ханның шашын ал деп бұйырады. Ертең ерте шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Уәзір: «Ей шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің?» дейді. Шаштараз: «Ай тақсыр, күндегі ұстап жүрген жай ұстарамен аламындағы, жақсы ұстараны мен байғұс қайдан табамын?» дейді. Сонда уәзір: «Ей ақымақ, ханның шашын жай ұстарамен алуға болмайды, мә мынау ұстарамен ал» деп қалтасынан шығарып бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып ханның құзырына келіп шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз: «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың» деп әр жерге жазылған сөздерді көреді де, ішінен: «Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстараммен ақ ханның шашын алайын» деп уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп хан ішінен: «Бұл ақымақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяйды ғой, онымен менен артық кімнің шашын алады? Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін» деп шашын алғызып болған соң хан: «Дереу жендетті шақырып келіңдер, мен бұл шаштараздың басын аламын» деп кісілеріне әмір қылады. Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын білмей қайран қалып тұр еді. Жендет келген соң бейшара шаштараз ханның аяғына жығылып: «Ей тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінәмді айтып алсаңыз екен» дейді. Хан: «Сен басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың, ақырында оны менен аяп, ағаш сапты жай ұстарамен алып, мені қорладың, сенің кінәң осы» дейді. Сонда шаштараз: «Жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда, алдымнан бас уәзіріңіз шығып, ханның шашын алуға мына ұстара лайық деп осы алтын сапты ұстараны беріп еді. Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың» деген сөздерді көріп, бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін, ханға бір зиян келтіріп жүрмейін, жаман да болса үйренген өзімнің ұстараммен алайын деп ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарамен алғанымның себебі осы еді» дейді. Сонан соң хан жасауылдарын жіберіп, бас уәзірін шақыртып алдырып: «Мынау ұстараны шаштаразға сен бердің бе?» деп сұрайды. Уәзір: «Мен бердім» дейді. «Олай болса, бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал» деп хан шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сыпырғанда уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір ханға хас екен. Оны өлтірмекші болып, ұстарасын зәрге суарған екен. Мұны көріп хан шаштаразға дән риза болады. Көп алтын, күміс сыйлық беріп